изменаға апаратын үш әрекет. Итак, біріншісі апаратын әрекет. Қыздар, бұндай болып жатыр, значит, измена бар деген сөз емес. Әрбір сөзді тыңдап, мән бағанасына қарап, тереңінен түсініңіздер. Айтты екен, болды, бітті деп бар, қырылып жүрмей. Бірінші изменаға апарардың себебінің еркек пен әйелдің ортасында отношения жоқтығы. Міне еркек, міне әйел. Вроде үйленді, келін болып тұстана үйге. Бұл бірінші проблема, көбіне ата-енемен бірге тұратын кісілерде болады. Себебі отношения дегенде жаңағыдай мен еркекпін, сен әйелсің деп бір-бірін сезініп, бір-бірін мойындап, бір-біріне үйренбейді. Ана үйге кіріп кеткен екен, ана келіннің орны кухняға кетіп қалады да, ол келінге жаңағыдай тек сен келін емесің, сен ана еркектің де әйелсің деген дүниені үйінде үйретпеуі, сөйлеспеуі, бұл жайлы бұл қыздың да білмеуі. Қыздың білмеуі өте нормально, өйткені ол бірінші рет қатын болып тұр. Алдын бір қатын болып, опытный болып кеп тұрған жоқ, понимаете? Так что сол үшін сондай. Балаларымызға мен сол үшін айтамын, балалармен сөйлесу керек деп. Ұят деп, төсек жайлы, осындай дүние жайлы біз сөйлеспейді екенбіз, оказывается. Құдай қаласа, осы дүниені алдыға алу керек, чтобы мынандай ажырасулар көбеймеу үшін. Екеуінің ортасындағы отношенияның болмауы, бұл бірінші дүние. Бұл қалай отношения жоқ деген? Бірге тұра береді олар екеуі. Бірақ қалай тұрады? Мына еркек сол үйдің баласы, мына қатын сол үйдің келіні. Понимаете? Екеуі бір-біріне қалай связь болады екеуінің ортасында? Екеуі ортақ бала-шағаның әкесі мен шешесі болып қалып кетеді. Бірақ екеуі сен менің еркегімсің, сен менің әйелімсің деп бір-біріне ортадан андай эмоциональный коннект жоқ та, связь жоқ. Екінші дүние, ашылып сөйлесе алмау. Ашылып сөйлесе алмау, вот шындықты айта алмау. Шындықты айтсам ренжіп қалады, мынандай болса мынандай болады. Шындықты айту, ашылу дегенде сен анандайсың, сен мынандайсың емес. Жаным, сенің мына әрекетің менің нервыма тиіп жатыр, маған ұнамай жатыр, мен маған ренжіп жатырмын, мына әрекетің менің жүрегімді ауыртып жатыр. Жаным, сенің маған мына қылығың ұнамай тұр. Пожалуйста, бұлай жасамашы, енді мен көңіл күйім қатты түсіреді. Понимаете? Вот осылай эгосыз, сынаусыз, кінәлаусыз сөйлесе алу ашық. Үшіншісі санасу. Кеттің ба няха? Болды, ертең мен де төркініме барғанда звондамаймын артынан. Санасу, ырылдасу. Бір-біріңмен бір команда емес, как будто бір-біріңе самый главный жау сияқты жүру. Бұдан да себептері өте көп. Просто осы дүниелер өте қатты көп ортаның суына апарады да. Наоборот, контактты бір-біріне дұрыстаудың орнына алыстата береді. Бірақ бұл ең жаманы білесіздер ме? Ажырасып кетпей бірге өмір сүруде ғой. Мен ажырасуға за емеспін негізі. Себебі екеуі де бақытсыз, бірақ отношенияны да турламайды, я бір ажырасып та кетіп қалмайды. Вот шайқас, төбелес, өмір осылай болады. Мына өз кайфын тауып алады, аяқтары рахаттанып жүреді, ана бейшара қатын үйде отырып қалады. Бала-шаға ата-енең